Балалар, ана тіл сабағымызды бастаймыз. 33-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы әліпби. Әліпбиде 42 әріп бар. Яғни әліпби орын реті бойынша белгіленеді. Бірінші жаттығуға қараймыз. Ертегіні түсініп оқы. Түлкі мен тырна. Тырна түлкінің үйіне қонаққа келеді. Түлкі ботқаны жайпақ табаққа салып, тырнаның алдына қояды. Тамақ ал. Тырнақ жайпақ табаққа тұмсығымен шоқып, ештеңе жей алмайды. Келесі күні түлкі тырнаға қонаққа келеді. Тырна сорпа дайындап, оны құмыраға құйып беріпті. Түлкі сорпаны іше алмайды. Құмыраға басы кірмей қояды. Ал тырна ұзын тұмсығымен шоқи береді. Түлкі ренжіп үйіне аш қайтыпты. Тырна қайда қонаққа келді? Тырна түлкінің үйіне қонаққа келді. Және де түлкі кімге қонаққа барды? Түлкі не іше алмады? Мұны осылай ертегі мазмұны бойынша сұрақ қой. Екінші жаттығуға қараймыз. Бізге көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жаз дейді. Құм, көмнікте, ра. Тиісті әріпті қойып, сөздерді әліпби ретімен жазамыз. Түлк, көп нүкте. Енді осы сөздерді тиісті әріптерді қойып оқып көрейік. Құмыра. Бірінші сөзге а әріпін қойдық. Құмыра сөз шықты. Түлкі әріпін қойдық. Көлеңке, көп нүктенің орнына е әріпін қойдық. Күміс, көп нүктенің орнына әріпін қойдық. Жүзім, көп нүктенің орнына әріпін қойдық. Бұрғы, көп нүктенің орнына әріпін қойдық. Құдық, көп нүктенің орнына о әріпін қойдық. Міне сол кезде құмыра, түлкі, көлеңке, күміс, жүзім, бұрғы, құдық сөздері шықты. Енді осы сөздерді әліпби ретімен жазайық, балалар. Бірінші бұл жерде бұрғы, жүзім, көлеңке, күміс, құмыра, құдық, түлкі. Міне осы сөздерді әліпби реті бойынша жазайық. Үшінші жаттығуға қараймыз. Әліпбидегі р әріпінің алдында және соңында тұрған әріпті ата. Әліпбидегі р әріпінің алдында п әріпі және соңында с әріптері тұрады. Және де сол әріптерден басталатын сөздер айтады. Мысалы, р әріпінен басталатын сөздер айтып көрейік. Ракета, раушан, роза, рахат, рельс, рейс, рахмет. С әріпінен басталатын сөздер. Сөмке, сағат, сырға, сақина, сабира, самат. Және де балалар, сендер р әрпінен және с әрпінен басталатын қандай сөздерді білесіңдер? Сендер де р және с әрпінен басталатын сөздерді айтыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.